Жоғары базар маңындағы Ақпан Батыр көшесінде жұмыс жасайтын балық сатушыларға жергілікті тазарту құрылыстарын орнатуға нұсқама берілді. Су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне кәріз желісінің жағымсыз иіске шағымданған Өсек көше тұрғындарынан өтініш келіп түсті. Мұның себебі дренаждық желіге тасталатын балық қалдықтары болуы мүмкін. Айта кетейік, бұл желі кәсіпкерлердің есебінен құрылған және олардың меншігінде болып табылады. Олар оның жұмыс істеуі мен жарамдылығы үшін жауапты. Тексеру барысында сауда нүктесінде жергілікті тазарту қондырғылары жоқ екені анықталды. Сатушылар балықты тазалағаннан кейін қалдықтарды кәріз желілеріне жуып тастайды. Сынақ зертханасының мамандары талдау жүргізу үшін сынама алды. Кәсіпкерлерге жергілікті тазарту құрылыстарын орнатуға және қалалық кәріз желісінде ағынды суларды қабылдау ережелерін бұзушылықтарды жоюға нұсқама берілді. Талдау нәтижелерін алғаннан кейін Су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тарапынан әкімшілік шаралар қабылданатын болады. Зертханалық зерттеулердің нәтижелері санитарлық эпидемиологиялық қызметіне шаралар қабылдау үшін жіберіледі.